Сәлем достар, ойланып көз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ислам дініне байланысты викториналық сұрақтар ойынын ойнайтын боламыз. Жалпы 30 сұрақ беріледі, ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Ойынымызды бастамас бұрын каналға жазыла кетіңіздер. Ал ендеше бірінші сұрағымыз: кімнің үмметісің? Әрине, біз соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның үмметіміз. Келесі сұрақ: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қай қалада туылған? Мекке қаласында туылған екен. Енді келесі сұрағымыз: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қай жылы туылған? Егер білмеген болсаңыздар, жаттап жүрсеңіздер болады. 571 жыл 20 сәуір. Ал келесі сұрағымыз: ай санауы бойынша қашан туылған? Рабиул әуел айының 12-сіне. Ал енді келесі сұрағымыз: пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның әкесінің аты кім? Жауабы Абдулла болатын. Ал енді келесі сұрағымыз: Құранда қанша аят бар? 6216 аят бар. Ең алғашқы түскен сүре қайсы? Жауабы Аллах сүресінің 5 аяты болатын. Неше мазхаб бар? Жалпы саны 4 мазхаб бар екен. Келесі сұрағымыз: Құранда неше пайғамбардың аты аталған? 25. Бұл сұрақтың жауабын сіз білген бе едіңіз? Қадір түні қай уақытта болады? Рамазан айының соңғы 10 күндігінің бірінде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қай жылы қайтыс болды? 632 жылы қайтыс болған болатын. Құранда неше сүре бар? Жауабы 114 сүре бар. Құранды кітап қылып жинаған сахаба? Зайд ибн Хариса радиаллаху анху. Рамазан қанша күнге созылады? 29, кейде 30 күнге созылады екен. Сахабалар ғасыры ислам тарихында қалай аталады? Жауабы Асру Саадат, яғни алтын ғасыр деп аталады. Құран мен хадиске сүйеніп діни үкімдер шығаруды не деп атайды? Жауабы иштихад деп аталады. Құранда қанша сүре бар? Жалпы 114 сүре бар. Құран неше парадан тұрады? 30 парадан тұрады, немесе 100 деп те атайды. Хазірет Омардан қанша хадис риуаят етілген? Жалпы 539. Әбу Бәкір радиаллаху анхудан кейінгі халифа? Омар. Хазірет Омар пышақталғаннан кейін неше күн өмір сүрді? Жауабы 3 күн өмір сүрді. Енді келесі сұрағымыз: Осман ибн Аффан неше жасында мұсылман болды? Жауабы 34 жасында. Осман ибн Аффанның ең ерекше қасиеті?
бұл жомарттығы болатын. Оспан ибн Аффан қашан халифа болып тағайындалды? 644 жылы. Енді келесі сұрағымыз. Хазірет Али хижрет еткенде неше жаста болды? 23 жаста болды. Келесі сұрағымыз. Хазірет Али қай соғысқа қатыспады? Табук соғысына қатыспады. Хазірет Али халифалығы қанша уақытқа созылды? 4 жыл 9 айға созылған болатын. Хазірет Алиді Алланың кімі деп атайды? Арыстаны деп атайды екен. Әбу Бәкір Сыддықтың себебімен мұсылман болған кім? Жауабы Сағд ибн Уаққас. Мұсылман болғанға дейін Абдурахманның есімі қандай болған еді? Абдул Қағба деген есімі болған екен. Ислам дініндегі негізгі қағидалар жиынтығы қалай аталады? Ақида деп аталады. Бұл достар біздің ең соңғы 30-шы сұрағымыз болатын. Ойынымыз сіздерге ұнады деген үміттемін. Көптеген пайдалы ақпараттар алдыңыздар деген үміттемін. Каналға жазыла кетіңіздер, егер видео ұнаса. Сонымен қатар колокольчикті баса кетіңіздер, себебі келесі жолы одан да жақсы, қызықты, пайдалы видеолар болатын болады. Сонымен қатар достар, лайк басып, комментке неше балл жинағаныңызды, видео пайдалы болды ма, соны жаза кетсеңіздер болады. Описание бөлімінде оқуды ұмытпаңыздар, себебі біз 500 подписчикке аз-ақ қалдық. 500-ші подписчик болып кім бірінші жазылады, сол адам комментарийге мен деп өзінің есімін жазып кетсе болды. Ол кісіге менен арнайы бір сыйлық бар. Ал ендеше достар, келесі видеода кездескенше қош болыңыздар.